Бәкеңдікі жай ма? Жаңа келгелі бері әлі ұйықтап отыр. Білмеймін, жаңа түнімен ұйықтамадым деген айтыр. Жай ма, не ұйықтап қалар? Келіншегіме сөз келіп қалған ба, сондай. Солай да. Ну, походу ажырасатын ниеті бар бауырымыздың. Қойш, серьезно ма не? Ну, келіншегінен көңілім қалды дей ма? Айгүл жақсақ келіншек қой негізі. Өзі білет, басы бар ғой. Дұрыс болмапты, Олардың тірліктеріне араласпай қойын деп шештім. негізі қонаққа барғанда жақсы күтіп алады ғой, тамақ, шайыңды алдыңа қойып. Негізі мәселе ода емес қой. Айгүл баяғыдай сұлу емес дей ма? Сондай бір нәрсені айтып отыр ғой әйтеуір. Оңай емес қой, брат. Өзің ойлашы, 3 баласы бар. Соларды бағып қалу керек. Ата-анасына қызметі жақсы. Үйдің тірлігі тағы да бар. Сенікі де дұрыс, брат. Конечно, брат. Өзіне қарайын деп жаңа тірліктің бәрін тастап қоятын болса, сөз қайтадан Айгүлге келіп тиеді. Негізі проблема Айгүлде емес қой, проблема Берікте ғой бұл жерде. Түсінбедім. Неге? Мына біз еркектер көзді тыймаймыз ғой. Көшеде ары өткен, бері өткен қызға қараймыз. Егер біз қаласақ, үйдегі әйеліміздің сұлу болуын, бая қыз қалпында түсуін, біз көзімізді тыйып жүруіміз керекпіз. Проблеманың бәрі өзіміздің көз тимауымызда. Ажырасу деген халал қылған істердің арасында Аллах тағаланың ең жек көрген ісі ғой. Иә, брат, сенікі дұрыс. Енді соны өз түсінбесе біз не істей аламыз? Аллах хидаят берсін бауырымызға. Әмин.